Сәлем достар, біз бүгін Азия Animation түсірген ертөстік мультфильміне обзор жасаймыз. Олай болса, бастап қойдық қой енді. В общем, мультик Ерназар дейтін шалдың 6 баласы болады. Сол 6 баласы әкесіне кеп, жоқ үйінде жиналыс болып жатады да, жаңағы 6 бала кеп әкесіне үйленгісі келетінін айтады. Содан әкесі оларға былай жауап береді. Әй, етек жеңдерің бүтін, одан басқа қандай бақыт керек? Деген кезде баласы әкесі мүлде байқамаған бірдеңе айтады. Әке, егер байқаған болсаңыз, ағаларының сақал мұрты өсіп, еңгезердей ер азаматтар болып өсті. Тіпті қызбен танысуға да уақыт дейді енді. Бірақ әкесі бәрібір түсінбей ма бірдеңе. Қыздың не керегі бар? Олармен артық уақыт өткізгеннен басқа ештеңеге де жарамайды. Артынша әкесі келісіп, балалармен ойланайын. Бір нәрсе ойластырайын. Сөйтіп, ойланып ойланыңыз. Бір үйдің 6 қыздың 6-ауын да әкемесіңдер, үйленбейсіңдер. Сөйтіп, балалар жолға шығады, ешекпен ба бірдеңкемен кетіп барады. Ешек қолдарында көрінбейтін жіп ұстап алған. Ертесіне әкесі далаға шықса, балалар жоқ, содан малға қарайды, анау қаяқта, мынау қаяқта деп балаларын іздейді. Сөйтіп, жаңа өзінің бүкіл баласын жібергеніне кішкене өкініп қалады. Ал осы уақытта бір түрі жаман бір быт мыстан бір қазан қайнатады да, сол қазанда не болатынын сұрайды. Болашақта не болады деп өзін. Сол кезде қазан айтады, сені осында ертөстік деген біреу өлтіреді дейді. Жаңағы мыстан ашуланып қазан бір тебет, сөйтіп бірдеңкеге отырып ұшып кетеді. Заманауи бірдеңкеге. Человек-пауктағы гоблиннің ұшатын сияқты ғой типа. Сөйтіп мыстан ауылдың бәрін қырады, железный человектің қолы қандай істейді ғой, сол сияқты. Ал сол күні ертесіне қарны ашып кеткен Ерназар, Ерназар малың бәріне айырылып қалған, балалар кетіп қалған. Сөйтіп аңға шығады бірдеңке аулау үшін да. Сөйтіп кетіп барады, бұғыға атады, темейді бірақ. Сосын қабанға атады, ол да темейді. Соңында қозғалмай тұрған қоянға атады ғой, ол да темейді. Типа жол болмай жатыр ғой. Сөйтіп жаңағы мыстан өртеген бір ауылдан бала тауып алады ғой. Ойлашы. Содан артынша бар ғой, енді андай бір қызық жері ғой, осы үшін түсірдім негізі. Жаңағы баланы пісірші дейді ғой әйеліне. Ойлашы. Жақсылап тамақ жасап берші маған. Бұл бала ғой. Мен еркекпін, және нені жеу керек, нені жеуге болмайтын жақсы білем. Сондықтан маған ақыл айтпа. Сөйтіп атқан кезде бала естіп қоймақ қашып кетеді ғой. Папасы қуалап екеуі киіз үйдің сыртын 3-4 рет айналады. Артынша бала дөу кетеді ғой. Еще айналып кеп тоқтап, әке деп сөйлеп тұр ғой. Жаңа ғана тауған негізі. Анау да ренжіп, балам тамақ әкел деп қояды. Жаңа ғана жейін деп қуалап жүрген. Негізі бар ғой, андай қылып түсірейін деген мо. Талдап онша емес жерлерін айтып ше, сөйтсем мазмұндама болып кетті. Сонда да қалғанын кейін шығарамыз. Рахмет. Андай каналға жазылып, комментарий жазып, лайк басып. Сол болып сөйтіңдер. Рахмет.